Оқушылар, сабағымыздың тақырыбы көп мүшелерді көбейту. Сабағымыздың мақсаты көп мүшені бір мүшеге көбейту, көп мүшені көп мүшеге көбейту. Бүгінгі сабақта көп мүшені бір мүшеге көбейтуді, көп мүшені көп мүшеге көбейтуді меңгеретін боламыз. Балалар, ең алдымен көп мүше мен бір мүшені есімізге түсіріп алайықшы. Қане балалар, бір мүше дегеніміз не, көп мүше дегеніміз не? Ойланып көрейік. Иә балалар, санды және әріпті көбейткіштер мен олардың дәрежелерінің көбейтіндісі бір мүше деп аталады. Және бір мүшелердің қосындысы көп мүше деп аталады. Жарайсыздар. Балалар, мысалдарды қарастырмас бұрын рационал сандардың көбейтіндісін және негіздері бірдей дәрежелерді көбейту амалдарын есімізге түсірейік. Рационал сандарды көбейту кезінде оң сан мен оң санның көбейтіндісі оң сан болады, теріс сан мен теріс санның көбейтіндісі оң сан болады, және оң сан мен теріс санның көбейтіндісі теріс сан болатынын біз білеміз. Ал негіздері бірдей дәрежелерді көбейту кезінде негізі сол күйінде жазылып, дәреже көрсеткіштері қосылады. Балалар, ары қарай мына мысалдарға назар аударайық. 2а қосылған 3b көп мүшесін 4x бір мүшесіне көбейтуді қарастырайық. Ол үшін бір мүшені көп мүшеге көбейту үшін көбейтудің үйлестірімділік қасиетін пайдаланамыз. Яғни 4x-ті жақшаның ішіне жеке-жеке көбейтеміз. 4x-ті 2a-ға көбейткен кезде 8ax болады. Ал 4x-ті 3b-ға көбейткен кезде таңбалары оң сан плюс 12 x шығады. Әрі қарай келесі мысалымыз a азайту 7b екі мүшесін 3a бір мүшесіне көбейтуді қарастырайық. Ол үшін 3a бір мүшесін жақшаның ішіне жеке-жеке көбейтуді орындаймыз. 3аны a-ға көбейткен кезде 3-ті 1-ге көбейткенде 3 болады. А-ның алдында біздерде коэффициенті 1-ге тең деп есептейміз. А-ның дәрежесі 1-ге тең, мына А-ның дәрежесі 1-ге тең. Негіздері А сол күйінде жазылып, дәреже көрсеткіштері қосылады. Бір дәрежеге бір дәрежені қосқан кезде 2 дәреже шығады. Ары қарай 3А-ны минус 7b-ға көбейтеміз. 3а-ны минус 7-ге көбейткен кезде минус 21a b өрнегі шығады. Яғни оң санды теріс санға көбейткен кезде теріс сан шығатынын біз білеміз. Ары қарай келесі мысалымыз минус 5x-ті көбейтуіміз керек. X азайту 3y көп мүшесіне. Ол үшін минус 5x-ті жақшаның ішіне жеке-жеке көбейтетін боламыз. Теріс санды оң санға көбейткен кезде теріс сан шығады. Минус 5-ті 1-ге көбейткенде минус 5. Ал x-ті x-ға көбейткен кезде x-тің 2 дәрежесі шығады. Теріс сан мен теріс санды көбейткен кезде оң сан шығатынын біз білеміз. Яғни минус 5-ті минус 3-ке көбейткен кезде плюс 15 шығады. Плюс 15 x-ті y-ға көбейткен кезде x y болады. Міне балалар, бұл мысалдар көп мүшені бір мүшеге көбейту мысалдары. Осы мысалдарға қарап отырып, көп мүшені бір мүшеге көбейту ережесін ойлап көрейікші.
көп мүшені бір мүшеге көбейту үшін бір мүшені көп мүшенің әрбір мүшесіне көбейтіп шыққан көбейтіндіні қосу керек. Ал балалар, енді көп мүшені көп мүшеге қалай көбейтеміз? Бір көп мүшенің әрбір мүшесін екінші көп мүшенің әрбір мүшесіне көбейтіп шыққан көбейтінділерді қосу керек. А қосусы және А-ның 2 дәрежесі азайту С-ның 3 дәрежесі қосу 5 көп мүшелерінің көбейтіндісін қарастырайық. Ереже бойынша бір көп мүшенің әрбір мүшесін екінші көп мүшенің әрбір мүшесіне жеке-жеке көбейтеміз. Көбейткен кезде ұқсас мүшелерді біріктіруді ұмытпаймыз. Балалар, енді тапсырмаларды орындап көрейік. Көп мүшені бір мүшеге көбейту арқылы жауаптарын сәйкестендіру керек. Балалар, жауаптарын тексеріп көрейік. С бір мүшесін А азайту С қосылған бір көп мүшесіне көбейткен кезде А-С азайту С квадрат қосу С өрнегі шығады. А азайту С қосылған бір көп мүшесі А бір мүшесіне көбейткен кезде А квадрат минус АС плюс А бір көп мүшесі шығады. А қосылған С қосылған бір көп мүшесін А бір мүшесіне көбейтуді тексерейік. АС А квадрат АС қосылған А өрнегін аламыз. Және А қосылған С қосылған бір көп мүшесін С бір мүшесіне көбейткен кезде АС қосылған С квадрат қосылған С өрнегін аламыз. Балалар, келесі тапсырманы орындап көрейік. X азайтылған 5 және X азайтылған 3 көп мүшелерінің көбейтіндісі неге тең болады? Балалар, дұрыс айтасыздар. Келесі тапсырмамыз B қосылған 3 және B-ның 2 дәрежесі азайту B қосылған 6 көп мүшелерінің көбейтіндісін есептеп көрейік. Балалар, өте дұрыс. Жарайсыздар. Балалар, оқулықта берілген мына тапсырманы орындап көрейік. Ол үшін көп мүшелерді көп мүшеге көбейтуді орындаймыз. Ұқсас мүшелерді біріктіріп, жауабын жазамыз. Балалар, жауаптарын тексеріп көрейікші. Өте жақсы балалар. Третьяков әдістемесі бойынша берілген келесі тапсырмаларды орындап көрейік. Бұл тапсырмаларды орындау үшін көп мүшені бір мүшеге, көп мүшені көп мүшеге көбейтуді орындау қажет. Ал енді жауаптарын тексеріп көрейікші. Өте жақсы балалар. Жарайсыздар. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай кетсек, көп мүшені бір мүшеге көбейту, көп мүшені көп мүшеге көбейту ережелерін есімізге түсірейік. Бір мүшені көп мүшеге көбейту үшін бір мүшені көп мүшенің әрбір мүшесіне көбейтіп шыққан көбейтіндіні қосу керек. Көп мүшені көп мүшеге көбейту үшін бір көп мүшенің әрбір мүшесін екінші көп мүшенің әрбір мүшесіне көбейтіп шыққан көбейтінділерді қосу керек.
Балалар, бүгінгі берілген тапсырмалардың барлығын дұрыс орындаған болсаңыздар, сабаққа өте жақсы қатыстыңыздар. Сабақ аяқталды, сау болыңыздар.